Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылы Балтабай Адамбаев атындағы тірек орта мектебінің педагог-психологы Әбілдаева Жансұлу. Құрметті оқушылар, мен сіздерге психологиялық тест ұсынамын. Бананды бірінші қай жануар қағып алды? Бір ғана банан 4 жануар бар. Арыстан, маймыл, жираф, тиын. Төртеуі қатар тұрса, бір банан қайсына берер еді? Таңдаған жауабыңызға қарай өз сипаттамаңызды оқыңыз. Ойлануға 15 секунд уақыт беріледі. Асықпай ойланып, бір жануарды таңдаңыз. Егер арыстан алады десеңіз, сіз күрескерсіз, айбатыңыздан адам қорқады. Барлық жерде көшбасшы болғанды жақсы көресіз. Біреу пікіріңізге келіспесе, оны жек көріп кетуге де барасыз. Ал жирафқа бұйырады деп есептесеңіз, бұл сіздің логикаңыз жақсы дамығанын көрсетеді. Барлық істі тереңінен ойланасыз. Қай сұрақты болса да ақылға салып шешкенді жақсы көресіз. Маймыл алады дейтіндер де ойлағанды жақсы көретіндер. Олар аз сөйлеп, көп тыңдайды. Өте ақылды келеді. Ештеңені ойсыз істемейді. Асығыс шешім қабылдамайды. Сезгіштік қасиеті де жақсы дамыған. Тиын бананды бірінші қағып алады деп жауап бергендер өмірге өте құштар. Мәселені тереңмен емес, тек оң жағынан ойлайды. Үнемі көңілді жүреді. Ал қызыл көзілдірігін ешкім шешпеуін қалайды. Өмірден тек жақсылықтарды ғана көреді. Назарларыңызға рахмет.